Қазақстанда кеңес өкіметінің орнауы және азамат соғысы жылдарында 1917 жылғы қазан көтерілісінен кейін кеңес өкіметі билікке келді, бірақ бұл үдеріс Қазақстанда бірден жүзеге асқан жоқ. Кеңес өкіметі Қазақстанда 1917-20 жылдар аралығында әртүрлі өңірлерде және әртүрлі уақытта орнады. Ең алдымен Перовск, яғни Қызылорда және Черняев, қазіргі Шымкент сияқты қалаларда кеңестік билік 1917 жылдың соңында орнаса, Орал, Жетісу, Торғай сияқты аймақтарда кеңес өкіметіне қарсылық ұзаққа созылды. Алашорда үкіметі мен ұлттық интеллигенция кеңес билігіне қарсылық танытты. Азамат соғысы 1918-20 жылдар аралығында ол кеңес өкіметі мен оған қарсы күрескен ақ гвардияшылар, алаш қозғалысы, шетелдік интервенциялар арасындағы қарулы қақтығыстар бүкіл елді қамтыды. Қазақстанда Верный, Орал, Семей, Атырау өңірлерінде қатты шайқастар болды. Қазақ халқы қос тараптан да зардап шекті. Азық-түлік, киім-кешек жетіспеушілігі, аштық пен ауру жайлады. Әскери коммунизм саясаты туралы айта кетсек, соғыс жағдайына байланысты кеңес үкіметі әскери коммунизм саясатын енгізді. Оның негізгі шаралары азық-түлік салығы, мал, ет, астық мәжбүрлі түрде тартып алынды. Жеке меншік жойылып, барлық мүлік мемлекет меншігіне өтті. Еңбек міндеткерлігі енгізілді. Бұл саясат 1918-21 жылдар аралығында өткен және де билікке қарсы көтеріліске итермеледі. Көптеген көтерілістер болды. Соның ішінде мысалы Бөкей Ордасындағы көтеріліс. Одан кейін орын алған жағдай ол жаңа экономикалық саясат 1921-28 жылдар аралығында болды. Ол әскери коммунизмнің орнына 21 жылы осы жаңа экономикалық саясат қабылданды. Ол нарықтық қатынастардың кейбір элементтерін қайта енгізді. Яғни азық-түлік салығы жеңілдетілді, шағын жеке меншікке рұқсат берілді және жеке кәсіпкерлік пен базар қайтадан жанданды. Қазақстанда шаруашылық біртіндеп қалпына келе бастап, бірақ кейін 28 жылдан бастап бұл саясат тоқтатылып, ұжымдастыруға көшірілді. Келесі бізде Қазақ АКСР-ның құрылуы мен ұлттық территориялық межелеу, Әлімхан Ермековтің қызметі. Қазақ АКСР-ның құрылуы 1920 жылы 26 тамызда ПОАК пен РКФСР-дің Қырғыз-Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасын құру туралы декреті шықты. Осы декреттің негізінде Қазақ АКСР құрылып, 1920 жылдың 4 қазанында Орынбор қаласында Қазақ АКСР-ның алғашқы құрылтай съезі өтті. Астана ретінде Орынбор таңдалды, бірақ кейіннен Қызылорда, содан кейін Алматыға ауыстырылды. Қазақ халқы үшін бұл бірінші ресми автономиялық мемлекет болды. Ұлттық территориялық межелеу ол 1924 жылы кеңес үкіметі Орта Азия халықтарын ұлттар бойынша бөлу процесін бастады. Бұл ұлттық территориялық межелеу деп аталды. Межелеу кезінде қазақ жерлері біріктіріліп, Қазақ АКСР-ның шекарасы анықталды. Бұған дейінгі бірнеше аймақтар Сырдария, Жетісу, Орал облыстары Қазақ АКСР-ның құрамына енгізілді. Бұл межелеу қазақ ұлтының аумақтық тұтастығын қамтамасыз етуде маңызды қадам болды. Бұл жердегі Әлімхан Ермековтің қызметі туралы айтып кетсек, ол алаш қозғалысының белсенді мүшесі, математик, қоғам қайраткері болған. Және 1920 жылы Мәскеуде өткен БОАК мәжілісінде қазақ жерлерін бір автономияға біріктіру қажеттілігін дәлелдеп, қазақ жерлерінің тұтастығын қорғап шыққан. Ермековтің бұл еңбегі қазақ мемлекеттілігі үшін тарихи рөл атқарды.